Маған айтады да біреулер малды халал соясыңдар ма, маған халал сою керек деп. Мен айтам, адал соямыз малды, тоққа ұрып, бастан соғып өлтіру ондай жоқ. Өзім де қатты мән берем, шариғи жол ғой барлығы. Ал бұйырса ауылға келіп қалдық. Бұйырса сиырымызды сатамыз, ала бұйырса жіліктейміз, соямыз. Бәрін инстаграмда бөлісеміз деген сияқты ғой. Бісміллә, Аллаху акбар. Осылай 12 жілікке бөліп жатыр. Қазір қағаз жазам да бәрін умаждап, өзім білмеймін ғой шын айтқанда. Просто так тастай салам. Видеоға көрсетем ғой. Өзім де бір жілік аламын, өзім де білмеймін қайсысын алатынымды, қайсысы келеді соны аламын болды. Бәрі әділ болған жақсы да. Осылай дайындап қойдым 12-ге бөліп. Білмеймін қайсысы екен. Бірінші келген адамға сол кісіге лақтырып тастаймын ғой болды. Мына иттің үстіне бір-бірден тастай бер, бір-бірден. Біреуін қой, иә. Бір-бірден қоя бер. Үстіне қой. Үстіне қой, асықпай тастай. Дұрыс. Болды, бітті ғой. Болды. Енді ашамыз де. Ашамыз ба? Ашпай күтеміз бөлді. Арты осылай болып отыр. Кешке қортақ деп тұр ғой Ішқұлыстан. Атыраудан тапсырыс берген клиенттеріміз келген жоқ, сол кісілердің еттерін алып бара жатырмыз. Ал салмағы жетпей алған басқа да мәселелер болса, осы видеоның астына жазыңыздар. Алдау болса айтыңыздар осы жерге.